Алла тағала бізді ұлттар мен ұлыстардан жаратты. Бұл туралы Құранда аяттар өте көп. Сол әрбір ұлттың ұлт болып қалыптасуына оның мемлекеттік өзінің тілі, ділі, руханияты, салты, жолы және рәміздері бар. Оның басында тұрған заңдылығы бар. Егер кім мен Құдайдың заңынан басқа заңды мойындамайын десе, ол қателеседі. Тура сол сияқты тек қана бірақ заңды жүрем, Құдайдың заңын қабылдамайын десе, ол да қателеседі. Екеуі бірін орнын жапқан мұсылманның ұлы Құраны менен пайғамбардың ұлы дара жолы сүннеті мен біздің мемлекетіміздің ата заңымыз және соның аясында құралған мемлекеттік рәміздер, біздің әнұранымыз, бұл біздің мемлекет ретінде әлемге танылған мемлекеттердің ішінде ең семізді көтеріп, өзге елдерге тереземіз тең болып, біздің де тарихымыз тереңде екен көрсете білген біздің рәмізіміз, мемлекеттігіміз болады. Мен сіздерге айтайын, мынау мұсылман мемлекеттер Сауд Арабиясының өзінде жарқыратып тұрып, өзінің жалауында мемлекеттік рәміздерін қояды. Сол рәміздеріне қол көтеріп тіл тигізген адамды жазалайды. Бір ретте бір жігіттердің біздің әнұранға орнынан тұрмағанын көрдім. Неге де тұрмайсыңдар десем, Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар тұр деп айтқан ба не деді. Сонда кітапты ашып тұрып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям елшілікке барғанда, сол елші болып бір жерге барғанда, сахабаларға да және өзі де сол елдегі тиісті олардың құндылықтарын құрметтеуге шақырған. Саад ибн Аби Ваққас деген сахабаны өзге елге шығарып салып жатқанда, пайғамбарымыз бірнеше насихат айтқан оған. Сол насихатты айтып отырған кезінде олардың елін, жерін, ақсақалдарын, рәміздерін құрмет ет, ағаштарын сындырма, егіндерін өртеме деген. Сондықтан да біз өзге елдің заңын құрметтейтін болсақ, неге біз өз елімізді құрметтемеуіміз керек? Бұл мұсылман үшін парыз болған, Алладан құлшылық болып табылған ұлы нәрсе. Біздің қазақтың басын, біздің тәуелсіздігіміз алып мемлекет ретінде қалыптассақ, біз бүгінде мемлекет ретінде кәдімгі әлемге өзіміз танысақ, сол танылу үшін біздің рәміздерімізді құрметтей білу және оны бар рәміздерімізді паш ету, бұл үлкен дәрежеге ие. Мен сіздерге бір қызық айтайын. Біздің мемлекеттік туымызда Құран бүркіттің суреті бар. Ал білесіздер, жанды нәрсенің суреті намазда ол сәл кедергі береді. Мекке Харам мешітінің маңайында жүргенде, сол жалауымызды алып келгенде, сол мемлекеттің дін қызметкерлері ешқайсы сөйлемейді. Неге? Ол біздің руханиятымызды қалыптастырып, ұстап тұрған дінімізді басып мемлекетіміздің көк жалауы. Сол үшін мен айтқан болар едім, көп туылардың ішінде біздің көк туымыз мәңгі тұрсын. Сол бізге қажет дүние. Әне кейінгі жастарға өсиет ретінде, таусия ретінде әрбір ұлт жанды азамат өзінің барлық рәміздерін құрметтей білу, бұл нағыз мұсылмандық, нағыз руханият, нағыз дін болады.